Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check it out. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер, құрметті достар, қошеметтеріңіз қайда? Рахмет, құрметті достар, Кентауда алғаш рет болып жатырған арнайы қазір. Не істеп тастағасыңдар? Нарахати құрамасының ұйымдастыруымен стендап деген дүниені бір қысқа нұсқа түсіндіріп кете салайын. Жалпы стендапта ашық микрофон, еркін тақырып. Бүгінгі резиденттер сіздерге арнайы өзінің басынан өткен қызықты жағдайларын немесе білмеймін, өздері көреді ғой енді. Одан кейін, құрметті достар, қазір стендап басталған кезде резиденттер сіздерге сұрақ қойған кезде сұраққа жауап беру қажет емес. Я, жоқ, кім не қалдыңдар ғой деген керек емес, просто шапалақпен тексеріп алайық. Араларыңызда қолы барлар бар ма? Осылай дұрыс. Әкел. Бізде сосын демеушілеріміз бар, арнайы Саубош қымызы Шаңырақ фирмасынан 111 қымызханасына көп-көп рахмет. Сосын Бум ерлер киімдер дүкенінен билет алғандар бар ма? Бумға да көп рахмет. Идеалменнен билет алғандар бар ма? Тамырдан билет алғандар бар ма? Одан кейін 111 қымыздан барып билет алғандар бар ма? Одан кейін бізді ona жерде техникамен қамтамасыз етіп отырған AG студиясына да көп-көп рахмет. Құрметті достар, қазір мына қымызды ішіп президенттер мас болып қалатса, уайымдамаңыздар. Өзі қайттан орнына келеді. Бұл өзі сондай қымыз. Одан кейін, құрметті достар, қазір бізде түсірілім болып жатыр. Арнайы YouTube каналға саламыз. Қазір полный түсіріп алып салып тастау керек емес. Арасында қысқа нұсқа үзінділерді салып, Инстаграмға салған кезде Жайдарман Кентауды белгілеуді ұмытпаңыздар. Түсінікті ғой? Құрметті достар, одан кейін біздің резиденттер миымды ашпаңдаршы мақұл. Біздің резиденттер стендапқа жалпы бірінші рет шығып тұрған резиденттер, сол үшін ортасында шіріп қабатса, кішкене сөздерін ұмытып қабатса, қошемет ұрып отырайық. Оны да бір тексеріп алайық. Тексеріп алайық та. Оны да бір тексеріп алайық. Мысалы, мынандай жағдай болып қалды. Кеше бір досым... Осылай. Молодцы, әдемі. Енді, құрметті достар, бізде стендаптан бұрын ең бірінші акустикалық кеш Мадияр Оразхан. Көп рахмет. Қайырлы кеш, бүгінгі кеш құтты болсын. Жақсы, әдемі. Бүгін Кентау қаласында алғашқы рет акустикалық кеш және де стендап болайын деп жатыр. Яғни Нарахати ұжымының 3-ші проектісі құтты болсын. Араларыңызда отқандардың барлықтарыңыздың бывшийларыңыз немесе бывшаяларыңыз бар шығар. Тура сондай жағдай осыдан 2022 жылы күз айында мен мәдениет сарайы бар ғой, ДК өзіміздің. Соған вокал үйірмесіне қатысқам. Сол кезде қатысып жүрген кезде ең алғашқы рет бір қызды көрдім. Ол қызды ойламадым, Мади дегенде оқын. Ол қызды ойлаған жоқпын, менің ең алғашқы ғашық болатын қызым деп. Сол қызды көрген кезде ауа райы сәл желді болып тұрған, және де қалай түсіндірсем болады, самалдарыңызға әдемілеп келетін жел болады, тура сондай болған тұғын. Ұнатып ем жалғыз сені, самалда желі кешінде, саған деген махаббатым бір көргеннен келді ме, сен менің бақытымсың, іздеген өмірде
сұлулықты көздеген. Сөйтіп ол қызбен танысам, арада бір ай өтеді, бір жарым ай өтеді, бірі білсе бірі білмес. Ол қызды нарада мен танитын жандар болса білер деп ойлаймын. Сөйтіп арада бір ай дедім ғой, бір айдай өтеді. Сөйтіп ол қызбен жүрем. Сөйтіп ол қызбен жүрген кезде бір керемет ән шығады. Менің өзім әнде көмерім Әділет Жауғашар, бірі білсе бірі білмес, Әсет жақсы біледі оны. Сол кісінің бір әні шығады. И ол әнді тура сол қызға арнап мен үшін шығарғандай. Бір қыз бар дос болатын, атайдан басталатын. Жаным, мен сені таңдаймын, сезімді арнаймын, досың болмаймын. Сөздерің шабыт береді, көзің түнекке жарық төгеді. Сен маған анық керегі, бірінші әліппедегі. Жұлдыздар бағыт береді, іздесем сені тауып береді. Сені еске алып береді, бірінші әліппедегі. Сөйтіп, бұл темадан сәл ауытқи тұрайық. Бүкіл ортада, яғни бір тоса дейсіздер ғой, өздеріңіз кругтарыңыз болады. Сондай жерде ең жақын екі бір подружка болмаса екі дос болады, сіздерде бар ма? Тура сондай менің өмірімде де бір жолдас балам бар. Оның атын атап түсін түстемей ақ қойын. Ол ұлдың қызымен жүргеніне сенесіздер ма, сенбейсіздер ма білмеймін, 8 жылдай болды. И ол қызбен қанша айырылса да, қосылса да, екеуі дос ретінде сөйлесіп жүре беретін. Бірақ екеуіне бір-біріне қатты адал болды екеуі. Сондай адалдық сіздерге де бұйырсын дегім келеді. Бір-бірлеріңізге қатты сеніп, бір-бірлеріңіздің көңілдеріңізден шығатын болсаңыздар, бір-бірлеріңізге махаббаттарыңыз адал болады деген ойдамын. Сөйтіп, жақын арада ол кісілер енді әр нәрсенің өз себебі болады. Бір себептермен айырылысып кетті. Ол жігіт мен жақын досым болғандықтан, екеуміздің сырласпыз, мұңдаспыз, бір-біріміздің ішіміздегіні білеміз дегендей. Сөйтіп, жаңағыдай ол жігіт айырылысып кеттім, осындай. Сөйтіп, мен оған айтамын, қаяқтасың деймін. Осындай деп өтсе болды деп екеуміз сөйлесіп отырып, ішіндегілерін айтып отыр маған. Сөйтіп, душевно әңгімелесіп отқан кезде екеумізге де ортақ бір жолдас боламыз келеді. Сөйтіп, жаңағын не болды, сізге күлкілі ма? Өтініш күлмесеңіз, мен күлгім келіп отыр өзі. Или бұндайым көрмегенсіз ба? Сөйтіп, не айтып жатыр еміз? Ошым андай болмайды екен маған андай. Сіз, деген өзім тілімде айта берейін. Ошым анау айырылысып кеткен ғой. Сөйтіп, жаңа келет маған жылап отыр. Жанында екі бейбісі бар жаңа. Сөйтіп жылап әңгіме айтып отыр маған. Сөйтіп жан қуат келеді қошым. Сөйтіп қуат келеді да. Сен не ап жылап отырсың анау мынау. Осындай айырылысып кеттің дейді. Қуат тұрады да. Неғып қайт сөйлесе салмайсың дейді. Ол досым қарап тұрады да. Оңай ма? Маған да айтшы оңай ма? Оралсам екен сол қызға, оралсам екен сол айға. Алайда қоштасамын деп қалайда, өкініп қалма жарай ма? Абайла жаным абайла. 21 көз суығы жанымды тоңдырады. Шыныңды айтшы маған, сезімің бар ма әлі? Бақытты кездерімді есіме салдырады сол күн. 21 көз суығы жанымды тоңдырады. Шыныңды айтшы маған, сезімің бар ма әлі? Бақытты кездерімді есіме салдырады сол күн. Сөйтіп, магесіз кәм, мен бөліп жүрміз, не айтайын деп отырмын.
Сөйтіп сол ошым анамен айырылысып кетті. Болмады, қайтып сөйлесіп жатыр ма, жүре ма, көреді ме, жаңа өзім историяма жалғастыра берейін. Сөйтіп балалықпен кеткен қателік па білмеймін, ол кезде андай жас болды ғой, бар бүкіл жігіттерде болған шығар. Қыз кішкентай бір 14-15 жастарында қызбен сөйлесесіңдер, 3 күн сөйлесесіңдер, болмай ма, тастап кетесіңдер. Сондай сияқты кезең болып қалды ма білмеймін, балалықпен кеткен қателік қой. Сөйтіп ол қызбен айырылысып кетем. Сөйтіп андай бауыр басқандай болдым ба, или маған сөйтіп көрінді ма, білмеймін. Бірақ андай қимасам да қоштасып бере салдым. Сөйтіп арада 1 жыл өтеді, несін жасырайын, жігітпіз ғой. 3-4 қызбен сөйлесіп көрдім. Ешқайсысы болмады. Білмеймін, ол қыздағы андай мінезді, қылықты күтем ба, может бауыр басып қалғаннан шығар. Сөйтіп болмайды. Ол кезде біз енді жайдарман ойнап жатқан кезіміз соған. Сөйтіп уже финалға өттік, полуфиналдан өткеннен кейін уже сразу сол кезде кешкісін дайындыққа кетіп қалдық. Дайындықтан қайтып келе жатқан кезде площадьта кетіп барадым, өзім бар. Сөйтіп ана қызды көремін. Ұзағынан қимай қарадым. Махаббатым сен, жұлдызым да сен, көп іздедім өзіңді аңсап. Арманым да сен, бақытым да сен, ойымдасың сен менің, бірақ махаббатым сен, жұлдызым да сен, қайталайық сол бір күнді, өтіп кеткен айлы түнде. Жұлдызым, жұлдызым, біздің өмір әлі алдымызда, біздің бақыт қолар қолымызға. Қайда болсаң да жаным, келші маған, жұлдызым болып. Жабырқап тұрғаныңда, мұңда өңір қағында, бір жайлы түн жарымда ойға аласың ба? Жауапсыз ақ жауында, жан болмай жан жағыңда, мен жалғыз қалғаныңда ойға аласың ба? Айтшы, жабыққан шағыңда, болса деп жаныңда, мен ойға аласың ба? Тағы үміт пен шамалы, махаббат бар әлі деп ойға аласың ба? Болса деп күндері мене қасыңда, білдірді елді мен білдіге сені расында. Сен мені күндемейдім демей сағынасың ба? Мен ойға аласың ба? Көздеріңнің моншақтарын, жанарыңның мұң шаққанын, өткеніңнің аңсап бәрін ойға аласың ба? Үй жаққа тоғып барсаң, ғашығыңды көріп қалсаң, не деймін деп жолыққасың, ойға аласың ба? Айтшы, жабыққан шағыңда, болса деп жаныңда, мен ойға аласың ба? Тағы үміт пен шамалы, махаббат бар әлі деп ойға аласың ба? Келесі тыңдайтын әндеріңіз осыдан, бұл негізі бұрын шыққан ән. Бұл әннің хит болғаны 2017. Карантин қашан болды? Жоқ, 2019 жылы. Ағаға қосыламайын ба сонда? 2019 жылы карантиннің алды, яғни 2018 жылы қатты хит болған. Ол кезде Instagram жоқ, ВК-ның кестігін. Сол кезде андай парышкалардың өлең еді бұл. Күн батуда, менің жүрегімдек сен аңсауда, сол Каспийдің жағасында кезіктірдім сені айлы түн астында. Кім білген бұлай боларын, сенімен көрмесім жүрек қиналады. Келші жаным, келсеңші бағым, бірге аралайық Каспий жағалауын. Дәрілдейді аяқ, келгенде қасыңа таяп, ашиды жаным
өзіме көрмеді депсін батпайтын жүрек қасыңа барып айтуға бәрін жай ғана өзі жазады саған жасарың әнін біз енді бөлекпіз дұшпаннай қолыма бақытқа соғылмай менің ұшқаннай айрылдым өзіңнен так топа ни о чем енді ешқандай махаббат маған ни почем кім білген болай боларын сенімен көрмесем жүрек қиналады келші жаным келсеңші бағым бірге аралайық Каспий жағалауын көп рахмет. Жігіттер негізі болады екен мынандай істесек. Әдем халық түсінер екен. Жақсы. Кешірші досым өтеді деп ойлағам. КВНщикпін деп ойлағам өзім. Сөйт, сол бірдеме айттым ба мен жа? Яқшы сендермен сөйлесіп жатырмын. Сөйт, сол бір өлең айтып көрейік. Сіздер өлең айтатын жандар болса. Закрытый ешкім көрмейді. Онда бірге айтайық. Сенсіз арман бекер ғой көңіліңе сарыласу өмір заңы екен ғой кездесумен қоштап сен алсаң да көнерсің басқа түскен тағдырға жаным оған не дерсің жеткізбесе арманға енді маған сен бір елесің сен ұмыта алар емеспін жанарыңда қалды елесің сен ұмыта алар емеспін аңсап сені жүрсем ғой жанарыңнан нұр тұнбай өмір өтіп барады тербеледі күн мен ай қиналсаң да көнерсің басқа түскен тағдырға жаным оған не дерсің жеткізбесе арманға енді маған сен бір елесің сен ұмыта алар емеспін жанарыңда қалды елесің сен ұмыта алар емеспін енді маған сен бір елесің сен ұмыта алар емеспін жанарыңда қалды елесің сен ұмыта алар емеспін төңкер шампанды аспанға екеуміздің мерекеміз атқан сәуле шуағын шашқанда түсінгем құдай бізді қосқан сені сүю су тасқандай менің күйім адасқандай төкпе көз жасты армандап өтеді бұл жастық шақ бірден айтасыз ба маке? Лабадан бардазыдан тайма қымыр көздеген yüzlerinden тайма жүрін сөздеген негізі өзбекше сөйлемеймін просто арамызда көка өзбек ренжімедің мазасын жаным қайсың жасың келесің мен шаршап кеттім алсайықшы Ошым, сіздермен бірге болған бірі білсе, бірі білмес. Білетіндер болса, тыныш отырыңыздар, білмейтіндер болса, мен Оразхан Мадияр, Instagram m.orazхан. Сіздермен бірге болған мен болды, айта берем ба, қайтып келесі стендап жобасының жүргізушісі Сұлтанұлы Алжан. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Көңілге керемет деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі біздің резидентте өте қатты дайындалған. Оны сенбесеңіздер де біз өзіміз білеміз, қатты дайындалған. Жалпы бүгінгі біздің резидентте жайлы таныстырып кететін болсам,
мен өзімнен бастайын. Ең бірінші менің есімім Алжан болады. Танысқанына қуаныштымын. Жалпы бүгінгі менің тақырыбым каждый адамда минус болады. Сол минусымды айта кетейін. Жалпы мені көбісі француз деп атайды. Француз деп атайды. Себебі менің лыға тілім келмейді. Жоқ, ол емес, ана лакета деген лыға ше. Соған тілім келмейді. Басыма күлесіз де ма, тышасыз да ма, өзіңіз білесіздер. Себебі маған поху. Жалпы кезекте жалғыз менде ғана емес, мысалға біздің құраманың ойыншыларында да минус болады. Соның бірін айта кетейін. Ең бірінші біздің үздік заправщик Арман. Ол яғни оның әкесі жоқ. Шүкір, мен әкем бар. Ал біздің екінші үздік музыкантымыз ол Саду Даниал. Ол үздік музыкант. Бірақ маған айтатын кезде, брат, ренжімеші, өтініш ешкімге айтпай ақ қойшы деп еді. Даниал, ренжіме, амал жоқ, айтамын енді. Біз өткен ойында Астанаға барып қайтқан болатынбыз, Кентаудың атынан. Сол кезде квартира жалдадық қой енді жататын кезде. Сөйтіп қасында диванда жатыр ғой, ұйықтап қалғанбыз екеумізде. Бір кезде сағат 3-тен ата диваным ыстық болып кетті андай ше. Жып-жылы ше. Ыстық андай. Шошып оянып кетем. Сөйтсем қарасам, астым су-су. Мә, Дониға қарасам, бортынан жіберіп қалған. Дони, жаным, ренжімеш, ақма айтып қойдым. Ал біздің үшінші ойыншымыз ол әрине асаба жүргізуші Серікбаев Қуат. Жалпы оның минусы ол сүп-сүйкімді болғанмен қаны қампиған, табақтай, білесіздер өзіңіз, сахнаға шықпай жатып телеп кетеді. Арамызда ең қатты телейтін осы, ешкім қасына жақындағысы келмейді. Жалпы ал біздің төртінші ойыншымыз ол әрине үздік әнші, жаңа ғана алдарыңызға шыққан Мәди. Мәди әдемі бала ғой негізі. Бірақ андай несі жақпайды да ше, андай корейский стильде болады ғой. Екі шашын екі жаққа қайырып алып ше бейт, ортасын бейт, маңдайын ашып қоятын ше. Нафиг деймін да ондай нәрсе. Мысалға, ұнамайды, нефіл болады, нефіл емес, нефіл ше, сондай. Ал біздің жалпы бесінші ойыншымыз ол әрине үздік биші Кука. Ол өзбек. Шүкір, мен қазақпын. Қазақ болып туғаныма мақтанамын. Жалпы жалғыз айта кетейін деген негізі ол бізде ғана емес, ол каждый адамда минус болады. Біз кішігірім Абибас командасының екінші командасы екенбіз. Бірақ олар инвалид та енді, инвалид. Шүкіріміз. Ал жалпы ол каждый адамда минус болады, бірақ ол минусын ешкім сыртқа шығарғысы келмейді. Дұрыс қой, ешкім жалпы айта кетейін дегенім, бүгінгі біздің стендап кешінде, если қандай да бір минус байқап жатсаңыздар, алдын ала кешірім сұраймыз. Жалпы бүгінгі біздің стендап кешін ең бірінші ашып беретін ол өзі комик, музыкант, жайдаманшы Қалдыбек Бағлан. Осы Алжан шын есімі Аржан сияқты ше, просто танысқан кезде бәріне Алжан дейтін сияқты ше. Қалайсыздар, жақсыздар ма, көңілге қалай? Біздің Кентауда алғаш рет стендап болып жатыр, әрине Нарахатия құрамасының ұйымдастыруымен. Мен өзімді бірінші таныстырып кететін болсам, менің атым Бағлан, менің бәрі Бако дейді. Неге осы ат қысқартатынға құмармыз? Мен осы түсінбеймін ше, атты неге 4 ақ әріпті қылып айтамыз қысқартқанда да. Мысалға Қуанышты Кука дейміз, Мадиярды Мади дейміз, Даниалды Мал дейміз деген сияқты ғой. Мен осыны зерттеп көрдім кішкене ше. Осы 6 әріпті адамдардан 2 әріп напсаса 4 әріпті шыға деген сол үшін шығар деп ойледім ше. Ол мысалы қуатты көрейік, қуатты қу дейік, шеріні ше дейік. Аманды қысқартпай ақ қойық, аман есен жүре берсін қасымызда. Сосын залда 28-дер бар ма? Сіздерге де андай видео келіп жатыр ма? 2 тышқанды төбелестіріп қоятын. Яғни 2 тышқаны вальс билейді ғой ше. Сен де биыл бітіресің 11-ші класты деп. Сосын 11-ші класс оқитындар болса шапал құрып қойық. Дайындық қалай болып жатыр? Мен де 11-ші класс оқимын. Мен әшейін жүрім, жайдарма ойнап. Сосын мен биыл 11-ші класс оқимын, таңдап жатқан пәнім физмат. Ойлап жатқан шығарсыздар, бәріңіз грант үшін деп ше. Атаң басы қандай грант, мен физмат жақсы көрем просто. Мен био оқимын, таңдағым келеді, просто қаннан қорқам.
талқылаған бір рет қанынан көріп. Геомат таңдағым келеді, 120 плюс жинай алмаймын, оқи алмаймын сабақ. Шығармашылық таңдағым келеді, өлең айта алмаймын. Но жүр ғой Мадида өлең айта алмаса да. Сосын июльдің, яғни шілденің бірі күні ұбт-ға кіретіндер бар ма? Бір өзім ба не? Мен, мысалы, 11 класс оқимын дегенде шапал қырып қойықшы. Қай мектепте оқисыңдар? 10? Не, потолок қойым деп ойлап жатсыңдар ма? Армандапсыңдар. Жертамда тұратындар ма? Жертамда. Тірлік көп, әсет, тірлік көп, осы тірлікті істегенде де әкеміз ұрсып, боқтатып қойып істейміз ғой тірлікті ше. Еще әкеміз боқтағанда да деп әсірелеп боқтайды ғой. Өз-өзін боқтап жібереді ғой. Бір кезде маған әкем қарап тұрып, әкең ауы дейді маған. Түсінбей қалдым. Мен бір нәрсені түсінбеймін ба үйде деп ойлап қалдым да. Ойнап айтам. Әкем туған баласымын. Мен әкем тұңғышымын. Но алдымда бір әпшем, бір ағам бар. Ол екеуі просто кемпір шалдың баласы. Мен әке шешем баласы болғанына пайдасы көп екен. Үйде ата әже болмаса, ана екеуін құл қылып жұмсаймын. Ару киімді түктеп бер, Біржан ат бол, Біржан су әкеп бер, Біржан 111-ден сауғыш қымыз әкеп бер. Қазір де жұмсай аламын, былай қарап тұрсам ше. Біржан ақша сап жібер, Біржан мен апарып тастар жаққа, Біржан мен әкет, өйткені ата жоқ. Өмірде вообще қызбен жүріп көрмегем, өйткені менде артық салмақ. Мен коронавирус жеп көрем, өйткені коронавирусты үйде қамалып қалғам. Бұл салмақтың зиянын көрсем, пайдасын вообще көрмегем. Өйткені балдармен жүрген кезде емшегін қысып кетеді. Прессіңді көрсетші дейді. Оның бәрін қоя берші. Санымды ұстайды ғой. Мен айтқым келеді. Мен айтқым келеді, дони қойшы деп ше. Мен сосын өзім балдармен көшеге жүруге ұялам. Өйткені үйге тас атады қашады ғой. Базар жоқ, как будто салып қалам да, мен базар жоқ салып қалам. Үйін сатып бермейді деп ойлайма ше. Мен бәрінің үйін білем да, просто балдарының ше. Үйін айтып бере салам деп айтырмын да. Мен өзім балдарымен сөйлескім келмейді. Өйткені олар айтады маған, сенікі мен қызымдыкімен бірдей үлкен дейді. Сен орында болсам, мына денеңді качет етіп тастайтын емін. Мен айтқым келеді оларға, барсайшы, бишара деп ше, ақша жоқ та байқұстар. Осы қыздар сіздерге бір сұрақ қойыншы. Неге семіз балдарға қарамаймыз? Семіздіңдер де әдемілері бар ғой. Мысалға Джека бар, Сека бар, Қуат бар, мен бар. Менде бәрі осы. Рахмет бәріктарыңызға. Ой, рахмет. 5 жасына дейін емші емген Қалдыбек Бағланға қошемет. Жалпы бүгінгі біздің стендап кешіне спонсорствомен қамтамасыз еткен Салбо шаңырақ қымызы мен сусындатқан 111 қымызханасына өз алғысымызды білдіреміз. Және де Шоу Думан командасындағы ағаларымызға Бум Кентау, Идеалмен Кентау, Тамыр фастфуд орталығы және де бүгінгі біздің стендап кешіне техникамен қамтамасыз еткен AG фото студиясына өз алғысымызды білдіреміз. Ал келесі кезекте ортаға өнер көрсететін, өзіндікін оқитын, үздік жайдаманша Жеңіс құрамасының үздік капитаны, республикалық жайдаман жуниор лигасындағы вице-чемпион Дариға Шәкірбек. Саламатсыздар ма? Менің атым Дариға. Сразу көріп кетсек, кімнің кухнясында сары тряпка бар? Жоқ, негізі бір пачканың ішінде 3 цветі болады ғой.
біз өзіміз оны сарысын таңдап аламыз неғып. Біз оны 1-2 ай ұстамаймыз ғой еще. Ол үйде 1-2 ай тұрады ғой. Ананың исін айтамаймын мен енді. Оны біз тастамаймыз, оны мама тастамайды. Мамаға көрсетпей барып мусорға тығып тастасаң, мама ананы алады да. Суырып, кірсабымен сықлап, оны жайып қояды. Сосын андай мамалар бар ғой, сондай тряпкаларды алуға, сатып алуға, андай несі келмей, қимай, үйдегі жай әшейін тыныш тұрған майлықтар бар ғой, соны ортасына бөліп, біреуін дастарханға, біреуін посудаға арнап қоятын. Сосын негізі біздің мамалар дегенде бәріңіздің мамаларыңызды дальтоник деген келеді меніңше. Көк тряпканы жасыл деп, жасыл тряпканы көк дейтін. Кім үйдің кішкентайы? Ешкім жоқ. Тоқта, кім үйдің үлкені? Бірінші солардың қолын ап кетейік. Бірінші туарлар, үйдің тұла бойы тұңғыштары. Жоқ, біз сіздерді сыйлаймыз үйдің кішкентайлары, бірақ сіздердің өмірін сүргендеріңіз бізге міндет па? Кеше мен ұйықтайын деп жаттым. Бір кезде Дариға дейтін бір дауыс естілді. Барсам, мынаны зәратқа қой дейді телефонды. Ал бірақ ана доқ жанында тұр, қолын созсан. Бірақ мен сонау ана тамнан келіп, мұнақа келіп қойым керек та. Кім магазиннен қарыз алады? Шілі онда емес жатыр, айдалсар ғой. Мамам ба жұмсайды ғой енді. Ну, допустим, барып ап кел дейді. Барасың. Маған кім қарайды деп аяққа кәлөш киесің. Қолынан елінет, жегет ба, соны тартып аласың. Ақша берес пе десең, қарызға жазыртын. Ну, мақыл кедесің. Ол негіз қыздардың басынан емес, оларда да бар. Магазинге кіргенде талпа балдар, аяқта кәлөш, үстінде білмеймін, киіп кедесің бір киімді. Сатушыға айтасың, барықты беріңші дейсіз, береді. Қарызға жазып қойшы дейді. Жай айтасың, қатты етпейсің ғой. Ол ал дейді. Қарызға жазып қойшы, жай айтасың. Қатты сөйленші, қарызға жазыншы. Ал не болды ал, бәрі естіді. Не болды ал? Негізі біздің травмамыз үйдегі айқайдан емес. Маманың баяғыда кішкентай кезінде сабақ оқытуы. Сендерге де сол Айгүлді айтама? Айгүлде бір алма бар, сенде бір алма бар. Екеуін қосқанда қанша болады? Сен тупойсың, оны білмейсің. 3 дейсің. Жоқ. Айгүлде бір алма бар, сенде бір алма бар, бағана хороший мама жоқ. Сен 5 дейсің. Бірін шәпәлақ кетеді. Содан соң ол математиканы бірдеме қыласың. Келесі сауат ашу. Үй элементарны үй жұмысы дегенде, үй жұмысы десен, екін шәпәлақ тағы кетеді. Ана дәптерді жыртып, құры бар басқасын ап келесің. Тағы жазайын деп атқанда, сен жастарын о жана дәптерге түскенде, 5 шәпәлақ тағы кетеді. Осын, міне біздің травмамыз осыдан келген. Өлі сіздерге нандай паппан ғой. Кеше, жоқ, алдың күні мен үйде жаттым, телефон көріп жаттым. Сол кезде маған Кука жазады. Қуаныш. Маған айтады, Дариға нандай, зомбыр туралы маған бір шутканы тығып, маған ап келесінде түу мә айтам. Бір қымыз жетін адамға айтты да оларда. Жоқ, мен мақыл. Мен кеше қыздармен зомбірге бардым деп, типа мен ойнатуым керек та. Не ол зомбірін сен осындай әзіл айттың ғой деп, маған ақша бере ма? Ертең сен жайдарманға барасың ғой деп, спонсор бола ма? Өлсен, өліп кет, Кука, айтпаймын мен. Сол, менде сол, тыңдағандарың үшін рахмет. Ой, рахмет. Біздің алдағы уақытта финалда жеңіс командасымен Нарақат құрамасы финал болайын деп жатыр. Батыл ережесінде. Сол сіздерге қалай болай? Жалпы тағы да айта кетейін, бүгінгі біздің стендап кешінде спонсорствомен қамтамасыз еткен Саубы Шаңырақ қымызы 111 қымызханасына өз алғысымызды білдіреміз. Және де Шоу Думандағы ағаларымызға көп рахмет. Бум Кентау, Идеалмен Кентау, Тамыр фастфуд орталығы.
және де осы техникамен қамтамасыз еткен AG фотостудиясына өз алғысымызды білдіреміз. Ал келесі кезекте біздің үздік жайдаманшы, үздік затравщик, комик, Сахи Арман. Сәлем, қалайсыңдар, көңіл күй қалай? Негізі әкем бар менің, әшейін айтқанмын, өйтіп ойлап қалмаңдар. Мен бірден өзім жайлы айта кетейін, мен есімім Арман болады, бірі білсе, бірі танымайды, бірі білері. Мен тойда істегенмін, 3 жыл болды, қазір істеп жатқан жоқпын. Бірақ сол тойда істейтін жігіттерді андай бабник, жігіттермен, қыздармен көп сөйлеседі деп андай ойлайды да ше. Ну енді біз қазақтың қыздар әдемі болса мен ештеңе дей алмаймын ғой енді. Сол айтайын деген мен андай тойда істеген екен, мен камерада істегем. Қыздар сендерге айтайын, 3 сағат бір аяққа тік тұрып, бір тесікке қарап тұру оңай емес. Қыздарға андай уақытым болмай қалады. Мен Каспийді маған аударыңыздар ғой қыздар, иә? Бәріңіз білеміз ба? Аударғандар бар ма? Маған ағай деп жазғандар бар ма? Маған ағай деп жазғандар болды. Мен ағай емеспін, сабақ берген жоқпын сендерге. Маған ағай деп жазғандар, мен жаспын әлі ше. Сол айтайын дегем, сол 1 сағат қалған кезде мен қыздарды зерттедім ше кәдімгідей. Қыздар зерттедім. Қалай болады екен, қыздар көп жазды ғой, қыздар көп болады екен ғой деп. И қыздарды зерттеген кезде андай өздеріңіздің чаттарыңыз бар ғой андай 3-4 қыз тұратын, подружки, мадружки дейді андай ше қыздар болады ғой. Соқта бір жігіт жазса, андай сразу енді маған жазды, привет деп жазды деп группаға жіберіп ақылдасасыздар, иә? Мен оны да байқадым. Соны айта кетейін деп едім. И андай сол жазған кезде бір андай қыздар болады, Аружан деген жақтан ше. ФБРда сөйткен қыздар жақты болады андай ше. Бәрін зерттеп ше андай. Мынаумен сөйлескен ғой. Көктөбеге барған ғой мынау деп ше андай. Сондай қыздарды байқадым. Бірақ андай шапалақ. Бірақ подругалар жайлы айтатын болсам, енді бірақ қыздар андай сондай тәтті, шынайы дос болып келеді балдарға қарағанда. Балдар болса андай бір қыздарды көріп қаласың ғой ше. Деп андай прикол ұстап ше андай. Уже білдіріп қояды да балдар деген ше. Қыздар болса андай жай көзбен қырындап айтып қояды. Сол айтайын дегенім, бірақ қыздар андай мұңайса, Тамыр фастфуд орталығының донорына келіп, реклама қалай кетеді, нормально ма? Тамыр фастфуд орталығының донорына келіп, ақылдасып өзі жеп алады десе ше. Сөйтіп бір-бірінен сырласады. Бірақ не болса да подружкалар деген өмірдегі ең күлкілі, ең жанды бөлімі. Күлесің, жылайсың, сосын қайтадан бірге маникюрға немесе паркке шығасың. Өйткені нағыз подруга сенің Google'ың емес, ол сенің не істесең де я деп қолдап тұратын құрбың. Енді мен қыздар зерттедім, енді қыздардың аттарын зерттедім да ше. Мен өзіміздің балалардан бастайсылайық. Арман деген енді өзім арман, қыздардың арманы десем де болады енді. Арманы жететін ше. Мен біздің командадағы андай ойыншылар кәдімгі достарымды зерттедім. Мысалға Қуатты айтатын болсаң, Қуат негізі нормально, қумайды негізі. Қумайтын жігіт. Қуаныш айтатын болса, Қуаныш всегда недовольный. Өміріне қуанышты емес жігіт болып келеді. Ал енді қыздарды айтатын болсақ, Әсел пеш емес уже. Әсел деген пеш емес. Ақсезім, сезім ақ емес оны бүйтіп зерттесең ше. Махаббат, ешкіммен махаббат жоқ, ол карьера құлап кеткен уже. Ал Ақерке дейтін қыздардың ағын көрген жоқпын мен ше. Қаралау болып келе ма сәл. Мейірім уже мейірімді емес адамдарға ше. Мейірімсіз қарайды. Ал Ерке дейтін қыздар ана мужик сияқты болып еркелеуге келмейді олар уже. Ол жүрегінен тұрады. Бақыт өмірден бақыт емес. Ақ ниет ақ емес оның. Түн клубта жүре ма, сондай бірдеңе. Достар, енді сіздерге сұрақ қойын, андай өмірде андай сен ешқашан тастамайтын, ешқашан өтірік айтпайтын және жылылық құшағын жайып тұратын адам бар ма? Жоқтары бар ма, жоқтары? Сол жоқтарға айтайын дегенім, онда сендерге Тамыр фастфуд орталығын айтамын. Ол сендерді ешқашан тастамайды, ешқашан өтірік айтпайды және жылылық сыйлайды. Қазір реклама кетті. Тамырдан шыққан тағамға айналған, талғамнан дәл келген тамырдың доноры жан жарасын жаза алмаса да, асқазанның жарасын всегда жазады.
Енді мен андай мамандық иелерін ше біз қазақтар бағаламайды екенбіз. Мен соны зерттедім, оны да жаман зерттеймін ғой мен. Соны зерттедім. Біз ана орыс әйелді көрдім ше, кафешкада отырғанмын ғой. Кафешкада шай ішіп отырғанмын. Андай жерде бір әйел отыр, орыс әйел. Бүйтіп қарап тұрамын да. Я пойду парикмахер, потом стоматологию дейді да. Андай кәдімгі мамандық иелерін бағалайды. Стоматолог, парикмахер деп. А бізде ше 3-те шашқа барам. Шаштан шығып тіске барам. Вот мамандық иелері үйреніп қалған, тіске келдім десем. Болды, давай деп ұра береді. Мен шүкір етем қайта ше. Шүкір етем. Урологты біз хотя бы уролог деп айтамыз, шүкір. Соған шүкір етем. Енді андай TikTokта оты барлар бар ма? TikTokта оты барлар. Нафиг надо ол. Пайдасы жоқ қой. 200-ге жетіп қойғандар бар ма оттан? 200-ге жетіп қойған. Юбилей болып жатқан. Юбилейлерің құтты болсын қыздар. Біз уже бірдеңе үйреніп қалсақ, басында қызықтығын от деген жандай. От дейсің, от сай, от жандар, от пане, от пайым деген сияқты. Одан кейін уже жайлап кете бастадық. Жан, жаным, жансай, жанбайым. Сол бірдеңеге үйреніп алсақ, біз андай екенбіз. Еріншек болып келеді екенбіз. Андай стикерлер кете бастады. Жүрек кете бастады. Жүрек кетеді. Ол нормально ғой. Ораза айында ше. Рамадан деген кетті ғой. Рамадан деген кетті. Ораза тұтпайтын менің досым жіберіп жатыр ғой. Рамадан деген. Мысалға қуатты айтсақ. Мен андай досым бар, 50 видеоға андай бірден жауап беретін достарыңыз бар ма? Андай оптын жауап беретіндер ше. Менде де сондай дос бар. Арасына мұңайған видео, андай қайырымдылыққа деген видеолар қарамайды. Күліп жүреді, всегда болды. Ақыры достар жайлы айтып жатырмық, мен бір досым бар. Екеуміз андай видеолар бергендер бар ма? Отты жүріп атсаң, донер мен горилла әпересің дейтін. Сондай достар болды менде. Бір досым армияға кетіп қалған тұғын. Бір күн маған андай үйреніп қалған андай смайлик жіберіп тұр. Сөйтсем ол қарындасына айтып қойған екен өш, отты өшіріп болмасын деп андай. Өш берік адам екен андай, махаббатқа дейін жатырмын ғой. Андай сосын айтпақшы не бар екен ғой? Балапан деген шықты білесің ба TikToktан? Балапанчик деген ше. Соны мен байқадым да андай қыздар өзінің бывший жігіттердің атын қойған сияқты ше. Оны ат қоюға болады білесіңдер ма? Мақұрым екенсіңдер. Не дейміз енді? TikToктағы оттарыңыз өшсе, көздеріңіздегі оттарыңыз өшпесін. Менде осы. Ертең бұрысы біз ертең 19 күні Кентаудың атынан Қазақстанның кап лигасына жолдама алған болатымыз. Жақында біз YouTube'тан көретін боласыздар. Сол үшін тағы бір қошемет. Бүгінгі ойында қолдау көрсеткен Сауы шаңырақ қымызы Сауы шаңырақ қымызымен сусындатқан 111 қымыз қанасы және де тапа Шоудумандағы ағаларымызға өз алғысымызды білдіреміз. Және де Бунгендау идеалмен Кентау және де Тамыр фастфуд орталығына және де бүгінгі техникамен қамтамасыз еткен Эджи фото студиясына өз алғысымызды білдіреміз. Көзімен жас шығып кетті ғой. Жалпы бүгінгі келесі кезекте біздің қаламымыздың ең үздік асабасы, ең жас асаба, біздің командамыздың капитаны, өзі комик, 157 кило, Серікбаев Қуат. Өзім білем.
Алжанға қошемет тұрып қояйық, Алжан айырып жатыр кәдімгідей. Спонсорлар. Және де идеалмен ерлер. Нан ішпесек не үшін алдық жігіттер, мен ішкім кеп тұрмыз мысалы, ше. Ішпей қойшы, нан. Құрметті достар, көңіл күй қалай? Рахмет, жаңа Алжан шынымен айтып кетті. Бұл кеш Нарахати құрамасының қайырымдылық кеші, сбор. Өйткені спонсор жоқ Кентауда, Астанаға. Аттан вообще хайыр жоқ. Кеше полуфиналда көргендер болса. Енді не айтарымды білмеймін. Потолокты қойдық, бірақ сіздерге көп рахмет, сіздердің қолдауларыңызбен. Рахмет, енді құрметті достар, жалпы бүгінгі стендапқа кім қойындашы болды? Мен өзім тақырыбым, жалпы мен тамадам, не? Бірақ тамадан қойғым кеп жүр соңғы кездері. Шоудуман командасындағы тамадамын, жалпы тамадалар тойға қарағанда инстаграмдарын қат жүргізеді. Шынымен инстаграмына жазып қояды, №1 шоумен Қазақстан, №1 асаба ВСНГ деп. Бірақ тойларына қарасаң 80% тамаданың сценарийі бірдей. Мен оны өзімде мойындаймын. Жалпы тойда қызықты жағдайлар өте көп. Менің өзімден андай қызықты жағдай болған бір ең алғашқы тойым, өзімнің 17 жасымда жүргізіп отырған ең алғашқы тойымда аға отау құрғаныңызға қанша жыл болды десем, ёп твою мать, сен сұрадың ба дедім ғой, деді маған. Ойлашы, тамадасың, саған той иесі боқтап тұр. Қанша халық отыр. Не істерімді білмедім, бұл ұрдым десең, ойнайды. Одан кейін құрметті достар, жалпы қазақтар той жасаған кезде өте үнемшіл. Қалай десеңіздер, Жасұлан 30 жас, Арман мектепке бару деген тойларда болады. 3 той, 4 той, свадьбамен 70 жасты қосып беретіндер де болады. Өте үнемшіл. Әйтпесе Жасұланның 30-ға толғанына 4 ай өтіп кетті уже. Ал ана Арман 6 ай бұрын барды мектепке. Енді істеп жатыр да солардың тойларын. Одан кейін құрметті достар, жалпы мен бұл тойды мектеп бітіргеннен кейін бастадым. Мектеп бітіргеннен кейін, как раз Жайдарманды бітірген кезде бастадым. Мектеп кезіндегі қызықтарға келетін болсақ, мектепте былай өзінің бір керемет ерекшеліктері бар. Мысалы, барлық орыс тілі апайлардың шашы қысқа болады. Дұрыс қой? Ағылшын апайлар постоянно декретте болады. Сосын математика апайлар ауырмайды. Олар декретке де шықпайды ғой еще. Білмеймін, үйлерінде свет мынандай пушка қосық тұра ма или. Одан кейін дышшағайдың формасы ауыспайды. Одан кейін құрметті достар, мектепке анау 9-шы, 8-ші класста қудыртып барсеткі тағып барғандар бар ма? Үйде күніге хайвай барсеткі тағып барасың, ішінде 2 дәптер, 86 кітап жатыр үйде әшейін. Мектепке барсаң, мектепте апайлар ұрсады, үйге келсең мамаң ұрсады. Жалпы ол еще барсеткінің ішінде юпи бар трубочкасымен. Бар ма юпи мен трубочка көргендер? Содан басталады ғой негізі. Барлық нәрсе. Одан кейін, құрметті достар, жалпы ағылшынды өзінің ана тілі сияқты оқитын қыздар болады арасында. Кәдімгідей анау R деген әріпті қудыртып R деп айтады қандай? Тайыр деген сөзі тайыр деп андай қудыртып кәдімгідей бар ғой. Еще ағылшынды 2 топқа бөледі барлық мектепте, сондай ма? Әлі де бөле ма? Бір топта күшті кәдімгідей старсты бар, күшті оқитындар бар, 5-ке оқитындар бар. Екінші топта кілең жарты бастар оқиды ғой. Жалпы ағылшын сабағы өте жалпы ең күлкілі сабақ қой ағылшын сабағы. Апай күшті бүйтіп мәтінді оқып келеді, Элвис дейді жарылып қалады ғой кәдімгідей бәрі. Элвис деген сөз күтіп отырасың ғой сен ана жерде күлуге. Одан кейін апайдың өзі де үйреніп қалды ол сөзге. Неменеге күлесіңдер? Элвис деген күлкілі ма сендерге? Неменеге күлесіңдер? Деп апайдың өзі күліп алатын болды. Одан кейін апай да бізді жақсы түсініп алды. 10-ға дейін санайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп. Оның барлығы мектеп кездегі ең керемет сәттер. Одан кейін сен ағылшынға кешіксең, саған хана.
Апай кешіріңіз кіруге бола ма десең, апайың ағылшынша айт дейді. И сен тұрасың ана жерде. Апай кешіріңіз кіруге бола ма деп. Одан кейін құрметті достар, анау мектептің партасына 7Б сила деп жазып кеткендер бар ма? Ол жазумен 7Б-ның абыройы көтерілмейді негізі. Бірақ білмеймін, сау бол шықымызында қошамет. Отырып айтқым келіп жатыр. Просто қолданайық, барлығын ақшаға алып отырық та. Одан кейін құрметті достар, жалпы хайыр деген сөз бар. Хайыр деген сөзді орынсыз қолданатын достарымыз бар ма? Сенің телефоның жоғалтып алдың, досың тұрады да, хайыр ғой. Қызық емес та саған проблемаң. Машинамен соғыстың, сенікі не прав, праваң жоқ, хайыр ғой. Одан кейін жалпы менде артық салмақ, мен бірақ бұл артық салмақтан ұялмаймын, Баку сияқты. Ұнайды маған. Менде артық салмақ болмаса, мен білмеймін, өз-өзімді елестете алмаймын. Жалпы артық салмақты да шынымен жарасатын адамдарға ғана береді ғой. Мысалы, Арманның түрімен толық адамды елестете алмайсың ғой, мысалы. Еще андай қыздарға жыным келеді бар ғой. Кішкентай майды ұстап алады да, семіріп кеттім деп жылайды кәдімгідей. Ұрғым келеді сол қыздарды кәдімгідей ше. Жалпы артық салмақ туралы тақырыпты жабайық. Мен өзімнің артық салмағым бар екеніне ұялмаймын, керісінше қуанам. Қыздар туралы жақсы бастадық негізі. Қыздар абьюзер деген сөзді негізі қате жаттадыңыздар ше. Оның қаяқтан шыққанын, абьюзер дегенді мен басында түсінбедім. Одан кейін зерттеп қарасам, абьюзер деген мысалы, сен қызыңа звондайсың, қаяқта жүрсің, қайт, ондай киме десең, сен абьюзерсің. Бұлай болу керек сияқты, менің ойымша, абьюзер болмау үшін. Алло жан, не істеп жатсың? Нұржігітпен отырмын, отыра бер. Үйге кім Жасұлан апарып тастай ма? Болды, Жасұлан апарып тастайсың деп отыруың керек сияқты, абьюзер болмау үшін. Жалпы, одан кейін құрметті достар, не үшін жігіттер әсіресе? Сіздерге реніш бар кішкене, артық салмағы бар қыздарды не үшін жақтырмаймыз? Күшті ғой? Кайф қой. Қыста жастық, жылы. Жазда көлеңке деген сияқты тема ғой. Көшеде балдармен төбелесіп қалсаң ажыратып жібереді. Бір жерде ішіп мал болып қалсаң ақпай айтады үйіңе. Сондай сияқты. Одан кейін кеше 15 сәуір Қозы Керпеш Баян Сұлу күнімен құттықтаймыз. Гүл алғандар бар ма сол күнге? Бар ма? Бар ма? Жоқ міне. Жігіттер шапалақ ұрып жатыр да просто. Одан кейін құрметті достар, подругасын гүлімен суретке түсетін қыздар шаршатты. 4 қызбен араласасың, 4-еуінде бір гүл историяларында. Одан кейін құрметті достар, менің жалпы туған күнім қыста. Қыс өзі өте ерекше мезгіл. Маған ұнайды, бірақ қыстың ұнамайтын кездерде болады. Андай қатты қар жауған кезде қашан құларыңды білмей кетіп баратасың ғой бейт. Осы жерлерде құлап қалатын шығарым дейсің да, остановкаде, адам көп жерде кәдімгідей құлайсың. Еще ең вертягі құлап баратқанда қолың қалтаңда қалып кетсе ғой. Кетіп баратсың бейт, қолың шығарамай атсың бейт. Торы желкемен сөзің да. Одан кейін резко тұрып кетпейсің ғой, еще сен сәл жата тұрасың ғой. Бір жан-жағыңа қарап аласың да, таныстар жоқ па деп ше. Кентауда просто сен құлаған сияқтысың ба, ұрмия 4-5 рет бір. Қатты өтіп жатыр да, просто. Респект саған маған. Одан кейін, құрметті достар, менде мына жерде шрам бар. Есілше, кім білет, білмейді, көрініп та тұрған жар. Көрініп тұр ма? Осы шрамның болу тарихы да өте қызық. Кішкентай кезде бау бар бізде үйдің артында. Сол бауда картошка пісіреміз шоққа. И бір далбан досым бар. Анау әшейін жатқан пакетті алып, артын жандырады ғой пакеттің. И сілкейді. Шоқ келеді мына жерге. Мен не істерімді білмей, арыққа басым тығып алдым. И пссс дейтін дауыс шығады ғой. Ашсам 3 көз. Жалпы шрам украшает мужчину дейді ғой. Бірақ бұндай шрамды не хочу болып тұр ғой кәдімгідей. Одан кейін құрметті достар, жалпы TikTok-тағы комментариялар жаратып бар ғой кәдімгідей. Кеше Димаштың әнін көрдіңдер ма? Кетчуп пен нан деген.
кетче Дилназ деген шықты ғой одан кейін. Сол тикток ше. Тиктоктағы комментариялардың арасынан мынандай бір комментарий байқап қалдым. Жалпы ақсақалдар не үшін тек қана бата береді, олар жүз алмай ма деген. Не бұл? Нема бұл? Одан кейін, құрметті достар, жалпы Астанаға баруымыздың өзі қатты қызық болды, кәдімгідей бар ғой. Астанаға барып келатқан кезде уже балдар бір-бірін жақтырмай бастады. Жек көре бастады ғой бір-бірін. Айтпа дейм ба? Айтам. Айтайын ба? Құрметті достар, жалпы Астанада ойынды ойнап біттік. Білмеймін, қақтан тауып алғанымызды Екібастұздың орыс қыздарымен таныстық. Қыздар, не хотите с нами погулять деді. Погулять болса погулять дедік біз. Ақша жоқ қалтада. Бесеуіміздің ақшамызды қосқанда 1800 теңге шығып тұр. Аналар еще қудыртып LC-ға барайық дейді ғой, лавашқа. Сөйтіп, сендер бара беріңдер дедік. SF па? Қой бірші. Сендер бара беріңдер дедік та, өзіміз сәл күте тұрдық. Өйткені бірге барсақ, біз төлеуіміз керек болып қалады счетты. Сол үшін жібердік, Тугистан қарап оттық. Примерно жетті, 15 минут өтті, кеттік, бара берейік. Алжан жылайды, менде ақша жоқ. Сен жемей ақ қой дей саламыз, Алжан қайтып кете сал, просто бізде алфавиті түгел жіктер бол, өзіміз барайық деп айттық, бірақ одан кейін, құрметті достар, сол кафеге барғаннан кейін ешқайсымызда ақша жоқ. Куканың айлығы түскен сол күні. Бәріміздің счетты Кука төледі. И Куканың көзі ана жерде. Бәрімізді көзбен шешіндіріп тастады кәдімгідей. Ақша аудармайсыңдар ма деп кәдімгідей. Еще кәдімгідей Арман Қарзам бар ғой. Кешке 5 бармақ істейміз, үйге келіңдер дейді ғой ана қыздарға. Үйде түк жоқ. 7 ролтынның қағазы жатыр, үйге шақырады ғой аналарды. Үйге келді еще аналар бар ғой. Келет, бізде Дони, музыкант. Еще бізде Дони, сол күні жұма болған, азанда жігіттер мешітке барайық. Хазірет Сұлтанның дәу мешітке барайық, жұмаға барайық. Күшті ғой, зато ұтып кетеміз бір нәрсе деді. Ол жалғыз өзі барып қайтты сол құрылым. Одан кейін кешке үйге қыздар келген кезде карта ұстап алған. Қыздар наразывание ойнақта деп қояды. Сағат 12-де жұмаға баратқан жігіт кешке наразывание карта ойнап отыр. Қалай былай? Ұйқы ма? Одан кейін, құрметті достар, жалпы бізде мен өз басым осы өзімнің командама көп рахмет айтқым келеді. Ең күшті команда деп ойлаймын өз басым. Мен мысалы жүргізушімін Алжан, әнші Арман, ладно. Десе, Арман красавчик арамызда мысалы. Кука биші. Алжан, әр командаға бір минус керек деп ойлаймын. Алжан негізі өте жақсы жігіт. Оны жақсы жігіт деп мамасы ғана айтады. Құрметті достар, жалпы бүгінгі стендап кеш, стендап ең алғашқы рет ұйымдастырылып жатырған стендап кеш. Не алдыңдар сендер? Кім? Алжан қойшы. Қазір дайын болыңыздар, Алжан шығады, и спонсорларды айтады. Менде осы, рахмет! Әдемі. Бұша еңан случайно басылып кеткен звонок болды ма? Айбы. Бүгінгі ойынға. Бүгінгі ойынға қолдау көрсеткен Саубоз Шаңақ қымызымен сусындатқан 111 қымызханасына өз алғысымызды білдіреміз. Және де Шолдуман құрамасындағы Шолдуман командасындағы өз ағажандарымызға үлкен алғыс айтамыз. Және де Бум Кентау, идеалмен Кентау. Сөйлемей қойын ба сонда.
Бум Кентау, Идеалмен Кентау, Тамыр фастфуд орталығы және де бүгінгі техникамен қамтамасыз еткен Эджи фото студиясына өз алғысымызды білдіреміз. Келесі кезекте ортаға шығатын үздік биші біздің командамыздағы ең үздік ойыншы Өзбек Қуаныш Мақсатұлы. Қалайсыздар, көңіл-күй қалай? Жалпы Алжан ұйықтатып кетті ма десем, әжептәуір әкетіп қапты ғой. Басында шыққан екі комикке андай обидно болған шығар, 1000 теңгеге қалғанымыз осы ма деп кішкене. Ладно. Жалпы өмірде обидно дейтін нәрселер көп. Мысалы, алдында мен, Арман, Қуат үшеуміз кафеге бардық. Сөйтіп, мен енді кішкене қалтамызға қарайық деп, Астанада жүрген кезде ғой. Кішкене қалтамызға қарайық дедім, өзіме борыш заказ бердім. 1200 теңгеге. Одан кейін Қуат 2500 теңгеге палау заказ берді. Арман қудыртып 5500 теңге стейк алады, короче. Счет 9000 теңгедей болды. Сөйтіп, счетта келеді, Арман бүйтіп қарайды да, так 9000 теңге, жігіттер 3000-нан лақтырамыз ғой дейді. Обидно ғой, бидес. Жалпы обидно дейтін нәрселер көп бұл өмірде. Мысалы, жігіттер түсінеді, сақал мұртыңды әдемілеп қырып аласың да, мына жерінде бір қылғап кетеді ғой. Обидно ғой сол. Одан кейін пісте шағып атасың да, дәні түсіп кетіп, қабығын шайнап жүресің ғой. Обидно ғой. Сосын андай бір важный күннің алдында соттың зарядке қойдым деп ұйықтап қаласың, азында кешігіп тұрсаң, соттың зарядты алмай қалады ғой. Вот обидно ғой сол. Сосын қуырдақ жеп атасың, картошка екен деп салған нәрсең май болып қалады ғой. Сосын ең обидносы әдемілеп ыдысты жуып қоясың, ана бір шетте сковородка ассалаумалейкум брат деп тұрады. Обидно ғой сол. Жалпы маусым ашардан кейін бәрі мен голубойды ойлап жүр. Білмеймін не үшін екен, мен так сондаймын негізі, десең. Жалпы жігіттер қауымына сұрағым бар, неге біз осы голубойларды жақтырмаймыз шынымен? Олар бізді жақсы көреді ғой. Оларға ұнайтын нәрсе істейік. Мысалы, қол ұстасып жүрейік, сандарынан ұстайық, қылқындырайық десең. Ладно. Сосын инстадан рилс жіберетін дос балдарыңыз бар ма бәріміздің? Мән мағынасы рилс жібереді ғой. Еще инстаграмда тикток сияқты емес. Мысалы, тиктокта бір досыңа 3 видео жіберсең, үшеуі бір-бірінің астына түседі ғой. Инстаграмда ондай емес ғой. Бір видео көрсең, астына кіріп отырасың, 15 минуттан кейін екі өзбектің стройк істеп жатқанын көріп отырасың ғой. Сосын мен поделицада тұрған екінші адаммын. 100 досыма донор әпердім, 10 досымды Дубайға апардым. Еще ең қызығы, мен осы жылы қыз туу керекпін. Сосын алдарымызда қыздардың андай очко жинайтын дос балдарыңыз бар ма? Шили очкошник болады ғой. Алжан. Андай әңгімесін тыңдасаң, тозаққа 2 рет тегін путевка береді анау. Бірақ қыздар келіп қалғанда, жігіттер, боқтамайды, қыздар тұр ғой дейді ғой. Көтің ашет та просто. Сосын арамызда кузрет ойнай алатын балдар бар ма? Кет бір партия жіберіп алайық та десең. Ладно. Сосын балалық шақта барлығымыз негізі аңқау болдық қой. Мысалы, мамаңнан таяқ жеп атасың, оқтауды лақтырады, тимей қалады, апкел анан ұрмайым дейді ғой. Сеніп апкелесің ғой соны натурейше. Кәм жиза ау неме? Көрінбей қалды мынау. Шапалақтарыңыз. Сосын балалық шақ демекші, мені 6 жасыма дейін жеңшем шомылдырды. Ойлаш, дәл осы понятиемен сол жасыңа бардың. Натурий жеңшеңнің бір саған сенкі қоя. Таба. Сосын байқасаңыздар, қазір Аднараскеге запрет қойып тастады. Одан кейін Насыбайға запрет қойды. Одан кейін Кайлянға запрет қойды. Үсіп жалғаса берсе, алдағы уақытта таеквондоға запрет қоятын жақты. Не үшін десеңіздер, бастан тебетін нәрсен бәріне запрет қойып жатыр да ше.
сосын оразадан кейін халал кайфқа не істеп кеттім, бұрылып кеттім, қыздарға баруды қойдым. Одан кейін жалпы балдармен көп шығуды қойдым. Сол үшін халал кайфтардың бірі қымыз, 111 қымыз ұсынған Шаңырақ фирмасының шаубош қымызына өз алғысымызды білдіреміз. Қымыз демекші андай қымыздан бұрып та басам, мынау кайфта андай не сияқты емес, газ емес та. Жалпы қымыз ішетін балалардың түрі көп болады. Мысалы, бір кесе ішіп алып, өтірік мас болатындар болады ондай. Сәл образға кіріп ше. Одан кейін ішіп алып, натури мас болып қалып, бывший аясын звондайтындар бар ғой. Қымызға ше. Кім шапалап ұрып жатқан десе. Одан кейін бірінші рет ішіп тұрған балалар обязательно бүйтеді. Ана қымыз деген дәріске келген ғой. Дейтіндер бар. Сосын мысалы менде бір сұрақ бар ше. Мысалы ойлаңдаршы, елестетіп көріңдер. Мен көшеде кетіп баратында, голый бірақ түрсеймен. Мәке, не деп ойлайсың мен? Далбан ба дейсіз ғой. Дәл сөйтіп қыз кетіп баратса, соски дейсі. Обидно да просто. Бүйтейікші, барлығымыз оң қолымызды көтерейікші. Бәріміз хормен, қолымызды ашып жабайық. Сіздермен бірге болған мен, Мақсатұлы Қуаныш, баршаңызға рахмет. Спонсорлайды. Ой, рахмет. Таппай қалған жоқсыз да ма куканы? Тісі ғана көніп тұрған жоқ па? Қошемет тұрайық. Жаңа ғана алдаңызда өнер көрсеткен Өзбекстан Республикасының халық әртісі Қуаныш Мақсатович. Жалпы бүгінгі ойынға біздің стендап кешіне қолдау көрсеткен Шаубош қымызбен сусындатқан 111 қымызханасына өз алғысымызды айтамыз. Және де Шол Думан командасына ағаларымызға көп мың алғыс. Және де Бум Кентау Идеал мен Тамыр фастфуд орталығындағы ағаларымызға да көп рахмет айтамыз. Және де осы стендап кешін техникамен қамтамасыз еткен AG фото студиясына мың алғыс. Бүгінгі біздің стендап кешіне қатысқан барлық резиденттерді ортаға шақырамыз. Тамыл дей ма? Мади, Бако, Алжан, Дариға, Арман, Қуаныш, Қуат. Қошемет ұрмай ма ешкім? Обоюдно болып қалды. Одан кейін бізде музыкада отырған Дони мен Ақылжанға көп рахмет, ерекше жақсы көрем. Енді құрметті достар, жалпы стендап қалай сіздерге ұнады ма? Алдағы уақытта тағы да жасап тұрсақ деген идея. Күшті ма? Үлкен қылып ДК-ға істесек. Екінші микрофонды алшы та. Өтініш, андай профессионал екендерін көрсетші бірінде осы жерде. Сасқалақтап қалмай ше? Болды ма? Уже? Мама кәмді. Енді абатыр екесіңдер ғой. Бәрекелді. Енді құрметті достар, жалпы Кентау Жайдарман осы жылы Нарахати құрамасының ұйымдастыруымен болып жатыр. Финалда Жеңіс құрамасы мен Нарахати құрамасы батыл ойындары болады деген ойдамыз. Енді әлі нақты емес. Бірақ құрметті достар, бірден айта кетейік, финал билетпен болады. Билет бар жоғы 5 теңге. Енді құрметті достар, жалпы болды ма? Енді тексеріп көрші? Сіздердің құрметтеріңізге біздің Нарахати құрамасы және де Дариға мен Бакуны қосқанда білмеймін не болып кеткенін, үстіп квн ойнаса қалай бұлай? Боран ба? Кеттік, ән! Қосылып отырайын.
бөлдің ойдағы, жаттап алдың ба жаңағы әнді, егер ұнамаса қадырда қаңғы, ал біз көтеміз тағы да таңды. Ей, бөлдің ойдағы, жаттап алдың ба жаңағы әнді, егер ұнамаса қадырда қаңғы, ал біз көтеміз тағы да таңды. Неге, 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 балға мен шеге, неге, 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 қошқар мендегі, неге, 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 балға мен шеге. Сен маған сенбесең, болады бәрі жақсы егер десең, күлімдесең, аспанның күлімдесең, тілімдесең, ұзаққа апармайды осылай сен жүре берсең. Жоқ, 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 жоқ деп айтады еркес маған, алмаған бақан айтады қою керек саған. Өнер деген жаман, адам болмайсың балам, жарам, харам, ауырып кетті. Неге, 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 балға мен шеге, неге, 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 қошқар мендегі, неге, 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 арпам мен күрке, неге, 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 балға мен шеге. Сіздермен бірге болған Нарахати құрамасы, Жеңіс құрамасы жеңіс. Және де бізде бәрі бар. Баку. Көп рахмет, келесі кездескенше сау болыңыздар.